Assalomu alaykum, almatlıqlar, klassdaşlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Nega bugun Nurlan jo'ramiz kelyapti Almatdan, kelishigi meni ikkovi. Hurmatli klassdaşlar, qalb qo'ymanglar, 40 yillikdan ketgan de bor, jetmagan de bor, kelinglar. Bipka? Kuşta kelgenler armanda. Ana ne деген кеше біз қара тереңде жеткер барып проверкадан өткізді. Мынаусы енді. Ал енді оны көзбен көру керек, сезіну керек. Келіндері жеткенде бар, жетпегенде бар. Құда қаласа бұдан кейінгі кездесу алып шетелде дегенімізде қорқады. Рахым миллиарда деген болса. Klassdaşlar, mına jetker мен Bipka adamga senbey qara terеңге бар, тексеріп келіп жүр. Проверка qilib. Sonda bir Қазақстандықтан da sonday bo'lатын bo'lsa bilmaydim al. Al kelinglar. Hurmatli qonağımız bo'linglar. Ana Қазақстандықтарды алдамадық па деп ойлап Xulnazarov Muxtar. Bunu Altınay. O Kurdaşyanov. Altınay. Kurdaşcan burada. Sürprizdim. Vay vay ben. Yalan ne? Buna jetken. Buna kurdaşlar. Bayağı mektepteki konsertler. Ne kurdaşlar neki? Sokaklar mı? Oh, bravo, bravo. Alamayız mı? Hadi otursun gidip. Geri bakın. Durun bankadan yapıyoruz. Sayaka çıkalım. Oh. Al. Sadakan kabul bulsun. Sadakan kabul bulsun. Toylar kutlu olsun al. Almatında bir dostum var. Ulan yıkım oldu lan. Ulan yıkım oldu. Ulan avşını görecektik. Ana türün görsün bak. Pasportun tamam mı? Ulaşım bırakıyorum. Körmeye atsın. Çok kısık et artık. Ulan aman yeşil Ne var ki ne? Kampanı yiyor mu? Şuna bir kalıp
Hoş geldin, hoş geldin. Sen geldin bak. Kabul ola versin. Al Habit ağa. Amin diyeceğim. Қажырлық берекелеріңіз құтты болсын. Қажырлық, 50 жылдық дегендей бола берсін. Жақсы күнде қатаса Қайрат айтып жатыр ма? Айтып жатыр, лайкавай кету керек қой бұлар. Лайкавай тамам. Lan kurdaşma. Қалайсың, қалайсың, қалайсың? Қалайсың, бездім? Ой, рахмет. қайттан шашшы. Қайттан шаш. Қайттан шаш. Балаларым қаласында. Қолданысты ондай жоқ па? Қарағылықтан да қарағылықсың. Ал кім? Айтыңдар. Алла берекесін берсін құдайыма. Бастап жатқан 40 жылдығымыздың берекесі, мерекесі бітпесін құдайым. Осында кездесіп, осында сағынған кезде келіп, міне 40 жыл болыпты, келіп сіздермен көз. Мен қуаныштымын барлықтарыңызға. Аллаху акбар. Адамымыз жақсы. Бисмилlah. Üfleme işin ne? Oh. Ama da. Al bir daha. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Қымбатты қыздар, класстас достарым, құрдастарым, мына бүгінгі беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Достарымызды көрдік, көңілімізді бірледік. Зираттарымызды қабыл еткен болсын Аллахым құдайым. Қалған достарымыз аман болсын. Өздеріңіздің отырған орныңызды ешқайсыңыз жойытпай құдайым. Осындай ауызбіршілікте, жақсы күнде, қалған жағында тек той деп, жақсы күнде араласайық. Мына себеп 40 жылдық қой енді, 40 жылдық болғаннан кейін бас қосып болмаса біреу-біреуді көрейік, келің десек те, соның ішінде біреу жарымыз келмей қаламыз. Міне осылайда 40 жыл қаншамыз келем деген достардың өзі ауып қалып отыр. Себебі жас емес. Жасымыз уже 60-қа қарады, былай қарағанда. Көңілім, жүрегім жас болып шәукілдеп тұрғанмен, денсаулық жібермей жатыр. Мына еркін деген достымыз қанша келем деп жадырамен не қылды, ауырып қалды. Енді жасы не болып кетсін, жақсы болып кетсін деп отырмыз. Тілекшіміз. Өткенде манас ауырды дегенде қатты қорқып, қабырғамыз қайысып, қатты уайымдап қалып, 40 жылдықтың кезінде бір достарымыз Құдай ауырмағай деп, осылай тілекші достарымыз аман болсын, бай болайық, бай қуатты болайық, аман жүрейік Құдайым. Мына біріншіден ат салысқан құрдастарыма рахмет. Осы барлық Алматыдан, Ақтаудан, жан-жақтан келіп жатыр ғой достарымыз. Солардың бәрінің атынан басымды иіп сіздерге рахметімді айтамын. Сіздерге құрдастарымыз рахмет. Аллахым класстас достарымызға жұп қылған
Аллахыма шүкіршілік айтамын. Иә. Сендердің барымызға да бізге рахмет. Иә, рахмет. Иә, бұл көздеріңізге немес, ол шын ықыласыңызбен айтып жатырсыз. Қанша неше күннен бері осылай, неше күн емес, айдан, январдан бастап шықылап жатсыңдар. Иә, как будто сіздер өздеріңіздің именно мерекеңіз дейді. Иә. Енді өзіңіз болса, сонда да енді құрдастың да құрдасы бар, енді жақсыны жаңағы айтайық енді, ішіңізде тұрмасын ол, иә. Рахмет. Ол немес. Шын жүрегімізбен барлық тек мен емес, барлық достарым разы сіздерге. 40 жылдығымыз не? Себебі 40 жылдығымыз жақсы өткізейік. Алла берсе ешкім ауырмасын Құдайым. Бір есте қалатындай осы 69-дың қыздары, жігіттерінің бастаған мерекесі ғой. Осындай болып өтсін деп тарихта қалайық. Жақсы жағымызбен қалайық, ауызбіршілікте, бір-біреуге ренішіне болмасын, кішкене түсінбеушілік болса осы жерде қалсын. Иә. Енді не қалды 5 күн жалған өмірде тек бір-бірімізді сыйласып осындай Алла берсе жаңағы Дариға апамыз айтқандай 45, 50, 60 жылдықтарда да бас қосуды Алла нәсіп етсін. Ешкім ауырмасын. Иә. Бұзылмай. Иә. Айтқанымыз келсін. Иә. Алтын бастарымыз аман болып, әрқашан осындай жақсы күнде, қуанышты күнде бас қосуды Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызға рахмет айтамын достым. Сонымен бір таныстырып өтейін, иә? Бірінші мына Дариға апамыз, Тебесін досымыз, марқұм болып кеткен Қалиева Сапаргүл достымыздың әпкесі, Дариға. Енді бәріміз таныс қой, сонда Дариға қалай? Майқоздамын. 66, қазір өзіңіз негіз. Сіздерді айтқан уақытта мен өзім қуанып, сапаршы көргендей бәріңіз қуанып. Үйге келетін едіңдер бәріңіз бірге топырласып. Осы неңіз? Қалай барып, амамамыздың да шай ішкенбіз. Біз да мес болғанбыз, сапаршының үйде талай ойнағанбыз. Балалық шағымыз күшті өтті ғой енді. Енді жатқан жер жарық болсын, Дариға апа. Әйтеуір енді көз көрген, әйтеуір жаңағы анаң әкемнің себеп көрген немесіне осындай достарымыз аман болып бардық енді не Алла қабыл еткен болсын. Сол Дариға апамыз Зәуре Ізбасарова таныстармен бір жағынан жан подружкам болды, бір жағынан қазір Алланың жаңағы өмір деген әртүрлі неден алады, Алла қосып менің өзім туған қайынсіңлілім. Зелбаева Нина. Класс. Ең жақсы көрдім. Бәрі достарымыз жақсы болды. Кәрбаева Әлия. Ақтаудан келді. Нина Нүкістен. Алабаева Баян. Светлов көшеде тұрады, әлі тұрады. Орны өзгерткен жоқ. Өмірбекова Назира. Саматова Мадина. Ар жағындағы әдемі келіншегіміз қиқет бізге қызмет жүрген. Ақтаудан келіп, Сулайман Жеткенің жұпасап, братишкам, соның жан-жары. Ажалындағы емерген Малик деген менің қайын атын айтып қойдым, кешіресің. Сен папиясын айтшы? Баян енді сен не қойдың? Келдім көргенде еңкейіп сәлем беріп, кейде беріп селесе береді, беріп селесе береді. Малықпен сол. Кейде деп жақсап сәлем беріп, жақпаса беріп жүреді. Барына шүкір. Ар жағындағы досымыз Баян құрдасымыз Құлмес Абай деген жігіттің жан-жары. Сүйіп қосқан, қандап жүр. Ар жағындағы әдемі келіншегіміз қиқиып отқан Базарбай брат деген класстас досымыздың жан-жары. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген, бар деген пакеттер бар көкейді. Құрдасымыз Нұрман Берғабыл деген жігіт досымыз, класстасымыз, соның жан-жары. Қызметте жүрген мына келіншегіміз класстағы Манас. Жалғаспай. Қайын деп ойлайды. Жоқ. Манас деген достымыздың келіншегі.
бер жанда Қаракөліктегі класстас досымыз Зекенова Роза. Ералиева Қамқа. Абдуллаева Бибажан. Ильясова Зүлпия. Жолмырзаева Алтынай. И Қалиева Зүлпия. Молодец. Камерашын өткіздім. Жалдадық камераша қызымыз. Алматыдан жалдадық бұл камераша қызды. Класстағы Қожабаев Нұрлан деген досымыздың жан-жары. Рахмет. Иә, аты Гүлбахар. Рахмет. Таныстырғаныңа рахмет. қызмет еткенде өмірін Қалтасында ақшасы бар, жағдайы бар адамдар келеді. Кеше біреу айтты, жаңағы клиентім кетіп қалады депті да. Дәрменнің үйде үлкен шал бар ғой, соған мынау әдемі не әкелген. Бура, жаңағы мынау. Қарасбері, бәрін іздеп қарасбері. Қойылар айтсын. Шетелский. Бойсын деген сенікі мынау. Қаландарына үшеу. Камераға кім бере алады? Келеді қазір, келеді қазір. Мен Манасқа беріп Сен Қазақстан алып кетейін деп отырсың ба, айтқан? Бұлар бар брендовый емес. Рахмет, мың есе қайтсын, рахмет. Мәлік. Ananda ne isimdir? Dönme. Manasқа беріп Мурат, мынау жаңағы не? Одеколон. Спирті жоқ, несі жоқ, сен намаз оқып жүрсің ғой. Абайдың үйінде мұнда садақада отырмыз. Садақалар қабыл болсын. Азында зиратқа барып қайттық. Азында зиратқа барып қайттық деп жатқан. Оны түсірмеппіз зиратта. Они тут емес па? Иә, расымен. Kabul olsun sadakalarım. Selam. Кейінгі мақсадағы не ғой? Құдай қаласа балаң қызмет істей ала ма? Бір газель керек қой, сол ертең,
мектептен кейін неге келуге. Я неге не қылама? Үйге барып жүгін шайып келе ма? бір адам әркіміз барады ол неге. Солай ма? Оны таба алмай қалмаймыз ба бүгінгі үште? Қажырлық мерекелеріңіз құтты болсын. Қажырлық 50 жылдық дегенде бола берсін. Жақсы күнде қатнаса берейін. Yeni tanıdım ya. Ал енді қайта бір классмен танысып Ассалаумағалейкум. 69-ның қыз жігіттері, келмей қалған қыз жігіттері, міне бүгін бас қосып, жақсы күнде Алланың жақсы Алиевтің классы 40 жылдық өткеріп жатыр екен. Ал бәріңізге құтты мүбәрек болсын. Бүгін ұстаздарға, класстас достарыңызға садақа беріп жатыр екен. Қабыл болсын. Ұстазымыз Алиев Айтмұрат ағамызға, Қалмұрат ағамызға, химия мұғалім Үмбетова Оразгүл апамызға, Қадыр Қуанышбай ағамызға, Құлмұратова Салима апамызға, бірінші класс мұғаліміңіз Ұлмекен апамызам қайтыс болды кеше. Оғанда бәріне Құран шығартып, Құран бағышлап жатырмыз. Класстас достыңыз Қалиева Сапаргүлге, Мәдинаға, сосын Маралға, Нұрлан балаға, Алихан, осы марқұм достарыңыз Құран шығартып, Құран бағыштап жатыр. Қабыл болсын достарыңыз. Қалғандарыңыздың бәріңіздің өмір жастарыңыз ұзақ болып, дендеріңіз сау болып, ұл қыздарыңыздың қызығын біргелікте жақсы күнде осындай ақ дастарханда ұшырасу нәсіп етсін. 40 жылдығыңызды аман есен жақсы өткеріп, 50 жылдық, 60 жылдық мерекелерге жете беруіңізді төрт көз түгел бәріңіздің қатарыңыз жұбыңызбенен тең көру нәсіп етсін. Ал тойларыңыз, ертеңгі болатын тойларыңыз жақсы деңгейде өтуге нәсіп етсін. Алматшыларға бәріне сәлем, достарым. Ортаңыз болсын. Бүгінгі күніміз садақа беріп жатыр. Ұстаздарға, марқұм ұлдар, қыздарға, кластың зияраттап қайтып, бәрін Сапаргүлді, Мәдинаның басына жатқан жерлер жайлы болсын, топырақlar жеңіл болсын, ой дүниесі абат болсын. Аллахым бейіште орын берген болсын достарымызға, ұстаздарымызға. Бүгінгі мына абай баянына жиналып жатырмыз. Садақалары қабыл болсын. Жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап, айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Мұғалима оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ
сабақ десе оқымайтын айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Шақтарды сол бір сәттер есте сақтаулы. Бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Айға да ұшып қайда кетмейді, өздеріңді жүрек іздейді. Қайда оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған, айналайын класстастарым. Қайта оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған, аман болшы класстастарым, айналайын класстастарым. Көріп жатқан видеода біріншіден оң болсын бәріңізге. Бүгін қуанышты күніміз, 40 жылдығы жиналып отырмыз. Сол бәріңізді құттықтаймын. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Осындай жиналыс тұрайық. 40 болмаса 41-42-де де жиналайық, возможно болса. 45-50 ар жағына бара береміз, Құдайдың бергеніне қарап. Сол бәріңізге денсаулық, жұмыстарыңызда табыс, семьяңызда бақыт. Осындай жақсы күнде, қуанышты күнде көріскеніме өте қуаныштымын. Басқа не айтайын? Қалған кеште ресторанда айтамыз ба? Қыздар, сыныптастар, мен өте қуаныштымын. Сол жерде мен қуанып жатырмын. Жасымны апай айтып жатыр ғой. Керемет, мына Терешкованың ішінде толқулар болып жатыр көңілімізде. Осындай қуанышты күнде 40 жылдықта 45-те де нетеміз, енді сиреп жатыр ғой, барып жас мінген сайын біздерді білесіңдер өздеріңіз. Аман болайық, сау болайық. Райхан апа, алдымызда жүре беріңіз. Сіз жүрген сайын бізе жасарып жүре береміз. Алдымыз кетіп қалса, кейін біздер қартайып кетеміз дейді. Сол Алланың берген жасы жасаңыздар. Барлықтарыңыз Алланың берген жасы осындай қуанышта кездесе бергей. Басқа не айтамыз, қалғанын жаңа неде айтамыз, Алла қаласа иншалла. 40 жылдық деп жиналып жатырмыз, жасарып жатырмыз бәріміз сіздің арқаңызда. Рахмет достарыма да. Бағанадан бері айтылып жатыр жақсы тілектер. Жасарып қалдық, арасын айтқанда. Не қылдейміз? Денсаулық берсін, аманшылық болсын, еліміз тыныш болсын. Барлық уақытта жақсы күндерде осындай кездесіп отырғаймыз. Өте қуаныштымын. Не қылдейміз? Бәріңіз бақытты болыңдар. Сізге рахмет деймін. Бізді осындай дәрежеге жеткердіңіз. Ұстаз деген өзі бір баға жетпес алтын адам десек те болады. Бұл дүниеден өткен, кеше біз садақа жасадық, Құран шығарттық. Біздердің Өлмекен апамыз тие берсін, о дүниелік болып кетті. Енді қанша армандап едік, Өлмекен апаны көреміз, не қыламыз, енді Алла бұйыртпады. О дүниесін берсін дейміз. Алғаш енді бізге алфавиттің қырғыз қарпін үйреткен ұстазымыз ғой. Айтмұрат ағамыз бар, кейінгі үлкен жігіт қыз болған кездегі ақыл нелерін айтып, осындай тәрбиелеп біздерді осындай дәрежеге жеткерген. Енді айта берсек ұстаздарымыз көп. Қуаныш ағамыз бар, Кадыров, Қалмұрат Тілеубай ағамыз бар, тие берсін бәріне, о дүниесін берсін. Құтылмұратова Сәлім апамыз бар, көп ұстаздар, Оман апамыз бар, Төреханова Сағид апамыз бар. Қандай жақсы ұстаздар еді. Тие берсін деп айтамыз. Құран шығарттық, қатым еттерді кеше. Сосын о дүниелік болып кеткен достарымыз бар. Қимаймыз.
Нұрлан достымыз бар, Алихан достымыз бар, мінекей Қаржабай Құсы Сапаргүл достымыз. О дүниесін берсін дейміз, кеше басына бардық, өзін көргенде қуанып барып, зияраттап қайттық, бір жеңілдеп қайттық өзін көргенде. Мадина достымызға бардық. Осыны ұйымдастырған, осы дәрежеге жеткен, біздерді осы күнге басымызды қосқан, осы Нүкістегі достарыма, ұстазымның көзінше осы достарым алдында сондай басымды иіп рахметімді айтамын. Алла разы болсын, дүние тұрғанша тұрсын деймін осы достарыма. Бәрінің атын атап не қылмаймын, бірақ барлық жігіттер молодец, оның қосақтары одан да бетер. Біздің құрдастарымыз бізді сыйлап, келген кезімізде өзің туысқан бауырларын көргендей, аяғымызды жерге тигізбей міне сыйлап жатыр. Рахмет барлықтарыңызға достарым, Алла сыйласын. Осындай достығымыз мәңгі болсын. Осындай дәрежеге жеткен ұстаздарымызға рахмет деймін. Енді мен өзімнің жеке немді айтсам, өзім Аллаға шүкір 17 жасымда Райхан апа енді оқу бермады. Бірақ енді әйтеуір оқу бермаса да өзімнің өмірлік нем Аллаға шүкір жақсы. Сіз жаңа бақытты анамын деп жатсыз, мен де бақытты анамын, Аллаға шүкір. 6 баланы тәрбиелеп, әйтеуір дүниеге бәрін орын-орнына қойды. Барлық достарымыз да сондай, бәрі ұл өсіріп, қыз өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Енді үлкен әже болдық біздерді. Қарасаң, сіздің ізіңізден жүгіріп келе жатырмыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Жаңа айтып жатсыз, сондай үлкен жетістіктерге жетті. Бәрі құтты болсын. Не дейміз, осы достарымыздың барлығының атынан сол енді міне 40 жылдық құтты болсын, жақсы өткізейік. Ат салысып жатқан барлық достарыма тағы бір мәртебе рахмет деймін. Аман болайық, сау болайық. Келем деген достарымыз да болды. Денсаулығы бойынша келе алмай қалды. Бірақ бәрі келгісі келді негізі. Енді осындай күнді кім көргісі келмейді, көргіміз келеді. Рахмет. Енді бүгін жақсы жаңағы немізді өткеріп алсақ, Алла берсе, әлде де жалғасады. Ертең қара тереңіміз бар, достар. Рахмет барлықтарыңызға. Алла сыйласын. Райхан апа, міне ұстаз деп жатырмыз, ұстаз атаңнан ұлы деген бар. Міне рахмет кеуіңізге берсін. Бағанадан бері осы жақсы тілектерді айтып, әйтеуір қуанып жатырмыз. Міне өзімнің әкемім осы мектепте ұстаз болып, біз шәкірті болдық. Менің сол әкемнің жолын қуып ұстаз болдым, мұғалім болдым. Осыдан жетілісіп пенсияға шықтым. Пенсиям нормально. Уақытында пенсияға шықтым десе, арасында күлдіріп алайын деп жатқан да. Енді жұмыстың әрбір несі тәжірибесі болады. Ұстаздарда тәжірибе болады, медицинада болады. Қай жерде көрсең қиыншылық болады. Бірақ сол қиыншылықты жеңіп, осы дәрежеге жеттік. Әйтеуір қуанып жатырмыз. Роза бар мұғалім, Замира бар мұғалім көп біздерде. Өздері біледі қандай екен. Медиклерім бар, врачларым бар, бизнесмендерім бар міне. Бұларым аңсат емес бизнесмен болуы. Болады. Рахмет, кеуіңізге берсін. Мұрат достым. Әулем бар, жаңа ұстазымызға рахмет, бізге тәрбие беріп, осы сауат берген. Мінеке, ұстазымыздың арқасы, мінеке сонша мен өзім көп жетістікке жетістім. Мінеке, қазіргі уақытта мінеке тәдбіркәрмін, Құдайға шүкір жақсы, жаман емеспін, 3 перзентім бар. Ал осы мектептен тәрбие көп алдым, жақсы алдым деп ойлаймын. Осы мектепте ұстаздардың тәрбиесі шығар, осындай дәрежеге жеттік. Міне Қазақстаннан, Өзбекстаннан мінекей класстастар келіп, қуантып атыпты. Сіздердің келгеніңізге мың алғыс, алғысым шексіз. Рахмет келгендеріңізге. Ал бәріңізге де рахмет. Ал енді Құдай қаласа бұйырса шығамыз пенсияға. Мінеке қазір мына осы 40 жылдыққа ат салысып жүгіріп жүрген класстастарымыз бар, мінеке құрдастарымыз бар. Енді атап өтсем көп, уақыт көп кетіп қалады, әрбірін атап өтейін десем. Бәріне де рахмет. Осылардың бәрі, осылар болмаса, жүгірмаса, бұндай дәрежеге, бұндай балдар жинауға қиын өзі. Бәріне де рахмет класстастарыма, құрдастарыма да рахмет. Рахмет.
бірінші міне ұстазымызға мың поклон. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет, осындай мынадай үлкен недегі тәрбие беріп, осы дәрежеге әкелгеніңізге көп рахмет. Мінекей азырде ойланып қарасам, короче, 50 жыл бұрын келген екенбіз бұл жерге. Содан бастап міне осындай дәрежеге жеттік. Мінекей құтты болсын бәріңізге де, мына мейрамға жете берсін. Сол не деймін басқа, семьяларыңызда бақыт тілеймін, өсе беріңдер, 50 жылдық, 60 жылдық, бәрінде де аман болайық, осыда ойнап күліп жүре берейік, мінекей құтты болсын, не деймін басқа. Бұл жерде біздердің 1 класстан 3 классқа дейін уақытқа Ұлмекен апа, 1 класстан 2 классты қосты ғой енді. Тұрсын апа бар. Сол екеу, Тұрсын апа әлі Алматыда барғаннан кейін поздравить етіп барамыз. Осы жерден сондай күшті оқыдық. Бәріміз енді әркімнің өзінің жанұялары бар. Соған жақсы жүріп, бала-шағаларымен қазір көріп отырады ертең. Біздердің осындай отырғанымызды. 40 жылдық қандай болып отыр? Алматыдағылар, Нүкістегілер, Ақтаудағылар, Оралдағылар бар класстың қыздары. Барлығыңызға денсаулық тілеймін. Немереңіздің алдында осындай жақсы денсаулықпен өміріңіз гүлдей жайнап жасына берсін жақсы. Күліп жүрін әрдайым класстастар. Сіздерге рахмет. Осы мына жерде күтіп отырған балдар бар. Мұрат, Манас, Мәлік, Дәрмен. Сол рахмет. Қыздарды міне барлығы бая 16 жаста қалай бітірді, солай отырыпты, әп-әдемі болды, не? Баянның сол жүрісі күліп. Сол жүрісі ғой енді, барлығы әдемі қыздар, не? Бәріңізге денсаулық тілеймін, аман болың, қыздар, балдар, құрдастар. Жақсы, осындай 50 жылдықта да осындай ұшыраса берейік. Ассалаумалейкум, класстастар. Міне Райқан апа, қуаныштымын міне бүгін сізді көріп жатқаныма. Міне класстастарыма да осы 40 жылдық құтты болсын. Сол баяғы 1976 жылы сол 1 классқа келдік. Тұрсын апа Сариева оқытты. Мен сол 1 класс есімде, сол 2 қатардың 1 партасында Абдулламен бірге келіп отырғаным. Міне 50 жылдан кейін және Абдулланы жай қасым алып отырып, Абдулла берге екеуміз бірге отырдық. Міне 50 жылдан кейін қайтадан. Міне бәріңізге де күніме жақсы сөздер айтып жатсыңдар, естіп жатсыңдар бәрінде. Сол бәрі құтты болсын. Кеше класстастағы садақа бердік, бәрі қабыл болғай, зираттарымыздың бәрі қабыл болғай. Міне алыстан жақыннан келіп жиналып жатырмыз, Аллаға шүкір. Бәріңізге де рахмет. Жақсы өткерейік 40 жылдықты. Не айтайын, семьяларыңа бақыт, ауызбіршілік, осы класстастарым сөзі қартаймаңдар, жап-жас болып өсіп, жайнап, көздерің жарқырап жүре беріңдер. Райқан апа, рахмет сізге. Рахмет. Мына 40 жылдық деп ат салсып, күшке мініп бәрі, міне класстастар, қыздар, балалар бәрі жүгіріп жатыр. Міне басыңызды міне жинап жатырмыз мына мектепке. Сол не дейміз? Осындай күніміз көп болсын, постоянно 50 жылдық болсын, 60-70 жылдық болсын. Осы 4 көз түгелі, ешқайсымыз бір-бірімізді жоғалтпай, іздеп, осындай болып ойнап күліп жүре берейік. Ал сізге ұстаз рахмет. Сіздердің тәрбиеңіз, әйтеуір Аллаға мың қате шүкір, сонша бала бар, ешқайсысы жаман болған жоқ. Бәрі әйтеуір нәтижеге ерісіп жатыр. Бәрінің бала-шағасы бар, ақтық немере, шөбере сүйіп отыр Зүлпия. Ал сіздердің жолыңызды берсін. Біздер енді Құда қаласа несіп етсе, шөбере жұғысты болсын, шөбере сүйейік біздер. Ал Байка, саған берейін. Себеппен ілдіріп алайын, кімге ілдірмейді, пайдаланып қылайын, әмин. Тек сөйтіп айтады. Сөйтіп ұстап тұрайын да осының қасында. Барлықтарыңызға сәлем, достарым. Құдайым со қош келдіңіз ұзақтағы достарым. Құдайым қуанып жатырмыз, неше күннен бері мереке өткеріп жатырмыз. Кеше жаңа Зуляң айтқандай,
садақамызды тарқаттық, зияратқа бардық, достарымыздың басына Құран оқыттық. Ұстазымыздан кеше Ұлмекен апа қайтыс болып қалды, оған да кіріп шықтық. Әйтеуір жатқан жер жарық болсын, бізге сабақ берген апамыз еді, рухы шат болсын. Райхан апа, сізге де рахмет. Осы бүгінгі мейрамымыз құтты болсын, Құдайым. Сол алдымызда аман жүрің. Құдайым, сол мына өсіріп жатқан ақтықтарыңыздың, шаулықтарыңыздың қулықтан көру несіп етсін, сіздің жолыңызды берсін біздерге. Сол бәріміз, Құдайым, бүгінгі мерекемізді аман есен атқарғаймыз, төрт көз түгел. Еш қайсымыз ауырмағаймыз, арамыз жоғалмасын, көбейейік, бірігейік. Сол біріккенде дейді берекет дейді, сол бірігіп атқарған мереке қатты тату тәттіге апарып әкеледі, ізі давамды болсын. Ал сол барлықтарыңызға құтты болсын мерекеміз бүгінгі. Ұстаздарымыздың жаңағы алдымызда аман болсын, жоқ ұстаздарымыздың ұрықтары шат болсын, бізге риза болсын, әйтеуір тілектес болсын. Солардың жолдарын берсін. Ассалаумағалейкум. Достарым, бауырларым, туысқандарым, балалықтан өстік, балалығымыз өтті бұл жерде. Не бір күндерде жүзім бақта жүрдік, ұрлығымыз өтті біраз. Жақсы, енді шыны ғой әңгіменің. Бәрі соның іште сыйған осы. Осының бәріне көнген осы ұстаздарымызға рахмет. Арасында жедік. Енді дұрыс қой, жемесек бұндай дәрежеге жетпейтін ек. Сол бәріңізге аманшылық тілеймін. Қалған жағында осы ұлды ұяға, қызды ұяға қондырған жақсы күндерде көріскейміз, Құдайым. Осы ұзағына созыла берсін осындай мерекелеріміз. Ата әже болып, бәріңізге әдемі қарлық несіп етіп, соның жақсылығында ойнап күліп жүре берейік бәріміз алып. Салам. Мынаны ілдіріп ала бер, мен ұстап тұра берем адан. Жоқ, тұра берсін ол қалтада. Ассалаумағалейкум, не класстастарым. Сіздерді көріп, қанша жылға жасарып жатырмыз, бір-бірімізді көріп, та. Сонша осы ойнап өскен, бір-бірімізді қуалап, бір-бірімізбен ұрысып, бір жағынан, енді о жақтарда болады. Бір-біріміздің қуанышымызға шерік болған достарым, бәріңізге осы көрсіп отырған күндеріміз құтты болсын. Мына өткерейін деп отырған 40 жылдықтарымыз құтты болсын. Бізді қолдап қуаттап отырған Райхан апамызға мың алғыс, сізге де осындай бастап мектебімізге кіргізіп, сонша жүгіріп жүрген, кішкентайымыздан жүгіріп жүрген мектебімізге кіргізіп, өзіңіз бастап беріп отырғансыз, сізге мың алғыс айтамыз. Одан кейін кеше садақамызды тарқаттық, соны дүниеден кеткен достарымызда бір басын көтеріп риза болып отырған шығар. Сол жатқан жерлері жарық болсын, топырағы торқа болсын. Одан кейін және айтарым, класстастарым бар, олардың келіншектері бар, қыздар бар, ат салысып, жүгіріп, жортып, қызмет етіп жатырды. Оларға да мың алғыс, басымызды иіп тәжім етеміз. Ондай дәрежеде енді мыналардың класстастардың басын қосуда аңсат емес. Жан-жақтан жиналып жатырды қыздар. Бәрінің басын қосып ұйымдастырудың өзі аңсат емес. Сол үшін де осыларға мың алғыс айтамын. Алла разы болсын істеген істерінен. Одан және бір айтатыным, мен осы мектепке 80 жылда келдім да, енді 6 класс едік. Бірақ сонда да осы классқа түскеніме қатты қуаныштымын. Одан қалса біздің класс үргіміз Айтмұрат аға маған көп жақсылығы тиді. Өзінде қылып шығарғысы келді, мені физика бойынша шәкірт даярлап, мені олимпиадаларға апарды. Сол мектепті күміс медалмен біткерді. Ол маған үлкен не болды, тәжірибе болды. Мен оқуға түскенде тек қана жалғыз бір экзамен тапсырып, оқуға кіргенім бар да. Қатты қуаныштым. Бір жағынан ата-анам да жүгірді, бірақ сонда да бәрібір бір әріп үйреткен ұстазыңа мың рахмет дейді ғой. Сондай мың рахмет айтамын барлық ұстаздарыма. Себебі біздің класты оқытқан мұғалімдеріміздің сонша жақсылығы, нағара қанша достарымызды жинап отырыпты да. Әрі ешқандай жаман жолда жүрген жоқ. Бәрі де өніп, өсіп,
бала шағалы болып, ақтық, шаулық көріп жатырыпты. Міне, солардың бәріне Құдайға мың қате шүкір дейміз. Сол ұстаздарымызға, дүниеден өткен ұстаздарымызға, әрі бар ұстаздарымызға бәріне де мың алғыс айтамын. Сол мына алда болатын 40 жылдығымыз Құдайым жақсы өтсін, қуанышта өтсін, сол ары қарай жалғаса берсін. 45 жыл, 50 жылдықта өткеру несіп ете берсін. Ұстазымыз Райхан апа, класстың достарым, бүгін біздер бәріміз де бақыттымыз. Себебі 50 жылдан бастап балалық шағымызға қайтып жатырмыз. Ең бақытты дәуірімізге қайттық. Бәріміз де толқып қуанып жатырмыз. Осы мектеп, осы жерден білім алдық. Үлкен жолдарымыз ашылды. Сізге берген тәрбиелеріңізге рахмет. Соның арқасында осындай үлкен орындарда нәтижелерге шықтық. Не дейміз, мінекей Алматыдан келіп жатыр достарымыз, Өзбекстаннан келіп жатырыпты, мінекей бәріңе рахмет осындай бас қосып жиналып жатқанымызға. Неше айдан бері мінекей мына класстың балдары, келіншектері әйтеуір жүгіріп жортып осы ұйымдастырып жатыр. Бәріңізге де рахмет, бас иеміз. Соның арқасында әйтеуір басымыз бірігіп, мына 40 жылдықты өткеру аңсат емес, бәріміздің басымыз қосылып жатырыпты, қуанып жатырмыз. Кеше Құран шығартпай қылып зияратлап жатырмыз. Бәріңізге де сол зияратларымыз қабыл болсын. Өткендерді естеп жатырмыз. Өткен достарымыздың, мұғалімдеріміздің, ұстаздарымыздың жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтар торқа болсын. Не дейміз? Енді 40 жылдықта кездесіп жатырмыз. Құдайым бәрімізге 50 жылдық, 60 жылдық кездесу несіп етсін. Ешкім орнын жоғалтпасын. Қыстырмай құсап тұра берді. Алдына бәріңізге 40 жылдық құтты болсын. Не дейміз, мына ұстазымызға рахмет. 45 жылдықта, 50 жылдықта бас қосуды бәрімізге нәсіп етсін. Орындарыңызды жоғалтпаңыздар бәріңіз. Бәріңізге мың алғыс. Өстіп жүре берейік. Сәл жақында. Құрметті ұстазымыз, сізге көп рахмет. Не дейін, сөйлеуге кетіп жатырмын. Класстың балдары жиналып, осындай үлкен бас қосып, бәріміз бірігіп жатырмыз. Бәрімізге құтты болсын. Не деймін, 40 жылдық, 50 жылдық деп жатырмыз ғой. Сондайда ұшырасып, бас қоса берейік. Бас Хата асап қоя берейік. Ассалаумағалейкум, депутаттар, Райхан апа. Міне 40 жылдық себеп болып, жан-жақтан жиналып келіп қалдық. Осы январдан бері күнде ақылдасамыз, сыныптас деген не бар, группа бар. Содан міне осы жерде жігіттер осы ауылда береміз, Нүкісте береміз дегеннен кейін Алматыдан келіп отырмыз. Келіп отқан жайымыз бар. Мына басқарып отқан жігіттер міне Абай, Мұрат, Дәрмен, Мәлік, рахмет. Қызметтерің Алладан қайтсын. Осы сіздер болмағанда осы бас жинау деген, жан-жақтан жинау деген қиын ғой еді. Сонша адамның басында біріктіру қиын. Аман болыңдар, сау болыңдар. Мына өсіріп жатқан ұл-қыздарыңыздың қызықтарын көріңдер. Бәрі класстастар. 40 жылдан бері көрмеген қыздарды көріп жатырмыз, ұлдарды көріп жатырмыз. Амандықта, саулықта кездесу несіп ете берсін. Самекалам бірінші денсаулық берсін. Сол денсаулықтың арқасында мына өсіріп жатқан ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелердің қызықтарын көріп, 45 жыл, 50 жылда кездесу несіп ете берсін.
екі класста бітірдік. Міне осы түліктер. Біреуін Ұлмекен апа оқыды, екіншісін Тұрсын апа оқыды. Осыдан 2 жыл бұрын Алматыда тұрады. 85 жылдық тойын берді. Көбі сояқтағылар барып, осы яқтағы балдардың да атынан поздравить етіп, жетістік. Тұрсын апа мен ұстадым. Бір жағынан көрші болдым. Кларпа бар баяғы библиотекадағы. Сол жерде тұрдық. Сол рахмет ұстаздарымызға. Осындай білім беріп алғанымызға. Әркім жан-жақтан өздерінің жетістіктері бар. Оның барлығын сабақта айта берсек қазір дастан болады. Таң атады. Сол үшін мына уақытымыз енді ресторан деп жатыр, ертең жаңағы қаратерең деп жатыр. Соның барлығы аман есен өткеріп, рахмет. Енді қыздарға келген жақсы болды. Мен сіздерді ұсындай етшек университетке мәжілкелерге қыздарға рахмет еттім. Неше мектепте бала күтіп жатыр, біреулер бере алмайды. Ондай кетіп бармыз. Бұл ауызбіршіліктің арқасында, сіз біздің арқасында біреуге деген сол мектеп дәуірінен бастап микро қалады тіршілікте. Сол микро рауаждана береді, соның арқасында сондай тойлар болады. Болмаса ол бір адамның 2 адамның қолына келмейді. Бұлар бұяқта жүріп атсатыласа, сілер бұяқта жүріп атсатыласа. Біздер боз ескен екен, біздер күнін күтейіз. Дайыман келген, жақсын өткен, біздер бір қуанып қалайыз, жасарып қалайыз деп келеміз. Біздерге 25 майдан бастап үйіні 10-на дейін жасару да өтер. Өзімнің атынан, ұстап Терешкова мектебінің мұғалімдері атынан бәрімізге рахмет айтамын, алдарса бас беріңіз. Мен жас барым, бірақ сондай өзі мектептен алдымен қалды, университеттен расымен бұмен келдім, мұғалімсіз жаңағыға жаманды. Жаңағы не қыздар айтатын сәлімін бәрі айтты жүрген. Сен көрінбек күшкінің жамақыға барына жоққа деген жоқ. Көкірек ағам еді, ұларша болсын алған. Және сіздерге және бір не қылар, неке өлсілаған бай болады, біріншілерден қандай ақыл болмаса, және бір барды көрсетіп отырса. Кеше Сұлтан Ақашевлар бастарына барып, соларға хатын ертіп, билет сіздерге алып мұнан да артық етіп. Мен ертім Айтмұрат Алиевтің мен шақыртып болдым, сол неткен екен мен профсоюз деп сайларды. Яқ десем, яқ жақсынан баламыз ершегі шақырт дайыламыз керек. Мектепті құрамында мендай адамдарға тастап кетпеуіміз керек деген. Соғылан ертеді жасыз ғой. Содан профком болып кешеге дейміз керек. Одан енді аяғым ауырды, республикадан аяғы ауырма деп аяғым ауырып, 2026 жыл еңбекке шыққан уақытында пенсияға шықтым. Себеп баланың алдымен өмір бойы балалармен жасаған арта болса да ешкім. Ақсанап деп қалай тұрмын. Мен сырға дейін шығарма жоқ, я шығарман дедім де. Ахмет Талибне маған қарылар сұйылды, екі шабал маған қарылар жиына. 2002 жылдан бастап сейдім. Масақатшы жіберді. Масақатшы ол 3 жыл істегеннен кейін, мен маған қарылар жиына райсыз бастады. Қазірім сол райсыз бастады. Маған істемей үшін аңсар болып маған керек барғаннан кейін. Себебі өзімнің оқушыларым, өзімнің ата-аналарым, өзімнің нелерім бәрі. Ретінде мұндай төлеп отырдыңдар ма? Ой, жамақытын жаздырды, осам арадан қалып қашады. Жаңа профинспекторым айтып, апа береке тапқа шешіп бір аралап шығайық дейді. Аралай бір өзің десем, мен мына жаздым. Я сізді бір көрсе болды, бір ел жерге точка барсақ болды, уже кетіп қалар дейді солай. Соларым қатты жақсы азаматтар болды. Мен сіздерге және бір мәрте бақыт, тақ, дәулет денсаулық тілеймін. Мұрат ешін олар шашама, алла шашама, осындай келін бәр жеріміздің шынарақтарымызда қатты қуаныш, музизалар, жетіскерліктер көп заплат келе берсін. Ал енді бұл жерде ешкім айтылмаған бердім, сұрап маманға отырды. Мен кабинет дайындап отырмын. Енді бұлар ойынға батысы келмеді, сүйде қалғысы келді дұрыс па? Мен ағатқан ба? Бұл жерде отырайық.
Siz mектebimiz kurayım dedi. Bastan gitti. Seni telefon almayısın. Telefonumda sınmasanlar bakın var. Söz telefon şimdi bu. Şana estim sonra. Böyle açılıyor. Ben konuşuyorum. Yazılar gidiyor. Bunlar bu yüzüne bak. Hayatı beklemiş. Давай, чисти, Булат, чисти, давай, чисти. Жаман емес сияқтысыздар. Сонша жылдан кейін мен ұстаздарды көрейік, сәлем берейік деп келген екенсіздер. Құдайым сол қадемдеріңізден нұр жаусын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ұстаз сыйлаған кем болмайды. Енді сіздерменен қазіргі заманның балаларын салыстыруға болмайды. Әзіргі балалардан ештеңе күтпейміз. Рахмет, ішінде 30 жылдық келді, 20 келіп жатыр, жылда 40 жылдық келіп жатыр. Соның куәсі болып жатырмыз. Рахмет, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қосылғандарыңызбен қосаған көріп отырмын. Біреулер, енді сіздер азмаз өзгергенсіңдер. Біздер өзгермейміз енді, біздер қанысыз ғой. Мен әлі қандым міне. Кім еді? Қалиева. Сен Қазақстанда емес пе? Қазақстанда. Мерғалиеваны таныдым. Мына Мерғалиеваны таныдым. Балалардан кім кейінен? Мен Қазақстанда. Сен де Қазақстан. Кім еді фамилиясы? Ақсуапан баласы. Ақсуапан баласы. Кім еді Қайрат. Алтабай. Алтабай. Büyükcan'ın balası mı? Баламда да Абай Ташкентке келді. Қазір келді. Жетіп келді қазір. Уақытында. Міне зәуремді көп. Махмұттың мамасы. Махмұт Избасар ба? Избасар? Махмұттың мамасын сіздің оқытқан. Ойбай, зәуресі. Жақында келіп кетті не? Қай уақыттарда? Бір уақыттарда келіп кетті. Махмұттан келіп тұрады келсе. Bize Karabağ'dan geldik. Қазір сұрайды, мен бар уақыт айтамын жаңағыдай. Енді көбірек істегеннен кейін ба, қазақ жастарының көбісінде өзім істедім. Қазір орыс жастарындамын. Сондай сағатпен үйде отырып екен. Көшіп кетеміз деп аз-маз бір не болып еді, қазір пока тоқтатыппыз. Оқушылардың бір бөлшеле тұр. Онда біз директорын болып келеміз. Сіздердің дәрісі менен болып берген. Мектепке бармай сөйте қалды. Яш зиян жоқ. Сен қандай не қажетті деді сен? Мен бармай қояйын оны, мен де оқушыларға мен сәлем берем бе деп аз-маз нем тұтып, баяғы Қадырованы білесіз ғой?
бір сөйлей тұғынадан. Деп тұрып едім. Әжібаевтың қызы жаңағы Жәмиле кетіп. Я содан ба мен не қылып деді. Сөйтіп баянға шықтым мен. Мынаудан не қылып қойыпты, мен кабинет не қылып қойыпсам. Десем, сол жаққа бара бердім деп сөйтіп. Сөйтіп әсте келе жатыр едім, жаңағы әкетті. Болмаса нұрған Зиян жоқ, қазір папамнен сұраймын, кім екен. Көбісі енді есімнен шыққан, бағанама емес, 50 жыл істеп аман болың. Бұл 40 жылда бас қосып жиналу деген ұлы нәрсе. Көбіміз абай қайда? Абай қайда кіреді? Абай алдымызда тұр. Конесі бар. Өзгерген ғой енді мыналар. Абайдың неше қылғаныз? 60-ға 2-ден алды. 60-ың басы көріп тұрмыз. Біздер кажется кімнің айтып атағаны боласың. Копия отырған. Копия отырған. Мен білемін, что айтып атағаны бір неде, абай сінеде ме бір неде отырды? 20 жыл 90-да қойды ғой ол кісі, сонда неге? 20 жылда болды ғой. 20 жылда болды ғой. 90-да жұмысты қойды ол кісі. Сонымен бармай қояйын десем, жоқ, барсаң да барасың, бармасың да барасың. Сода есінде алған сол абайды баласы болса, орап алған. Неге барған сияқты еді? Сол 20 жылдығыма деп сөйлемін. Жатқан жерлері жайлы болсын, енді алған жағын ешбір барышпайды. Мына кімді орындағы бала кім еді? Қайрат еді? Қайрат арасында көріп тұрам. Одан кейінгі балада өтіп қалды деді, аэропортта сөйтіп баламен. Ерғазы, оның аталасының бала. Ерғазы. Солай ма? Сол бір Әлиев қайтыс болды деп естідім кейін. Қалабасы парасында. Қазақтарды көрсетіп сұрап тұрамын, мен аяқпашқан қыздарымса. Зәуре қалайсыз? Бір-екі шұрттан келіп кетті. Бұл есікті ашқанда экзамен жоқ болды. Экзамен жоқ. Бұл асаға бүгінекте жаңағы шақырып қойыпты, азанға қадымға памятке бару керек, орышқасаға түскен сөйлерге жүретін жерлері. Сіз балаңызға, қыздарыңызға барып келіп, жақсы маймызды айтып, сөз жерге барып, бір майға сүртке түсіп, сонымен бәрі 9-шы мектепте бана алдында түсулеріңіз керек еді. Барамыз. Ол жаққа бармаймыз. Үш жерден прямо қазір неге барамыз? Бешняковаға барамыз, суретке түсіреміз, содан кейін уже анаяққа барып. Мынау сөйлеп отырған Базарбаевсың ба? Қазір таныдым ғой мен. Яғни қанат таныдым алдыма шыққаннан. Алдыдан сені әзір таныдым ғой мен. Сенен мен директордан яқты болып қалмай, олар көп сөз айтып қалады деп айтпақшы. Бағанады, жиналысқа кетті болды. Қазір вот Нұрған кіріп шығады. Сулейман, уже мен қазір енді танып. Мен Ибрагим. Мама бар ма? Бар мама. Кімді көрдім? Бір Тұрсын апа сәлем айтып жіберді. Сәлем айтып жіберді. 80 жылдығында біздер еш жүріп ол бізге. Ғабит менің классында мен аяғым тисе сояққа сәлем беремін ол кісіге. 80 жылдығында біздер телефонда сөйлесіп. 85 жылдық тойында балдарым. Ильясова деген енді уже
Konstrumda özü iyisi alsın bak. Bugün ben sana İyi, tur. Ayağımız yedi kanka, hangisi de ayı, perotta oldu. Zükkenim oldu. Дай розочка дейді. Жылдан кейін, конечно. Ана қыздың Еңбегінен. Қожабаев Нұрлан. Сен Ne bunlardan? Мұхтар. Bunlar Şimdi kızlar Ego. Алиева. Программа kim burada bu? Жолдасбай. Алабаева. Нұрабдин. Дәрмен. Konus. Konuştu mu? Konuştan kişisine. Және kızı tanıdım. Tanıdım, Madina. Zilbayeva. Bazarbayev'de azizlerdi. O karpaslardan bu. Aman oğlum. Rahmet sizge. Bunun çıkıyorsa alın. Sonra sırası niye болады. Aman oğlum. Уақытыңызды бөліп біздер үшін класс даярлап директорға айтқаныңыз үшін көп рахмет. Бізден Кеше маған звондап қыз айтты сөйтіп біз жұртқа бара жатырмыз. Мен айттым жақсы болды келе отырса деді. Сосын мен енді кеше 30 жылдық болды деді. Сөйтіп директорға айттым бір кабинет қазір ремонттан бастап жібереді біздер. Сол бір кабинет қойып тұрсын. Yanıma dalga kelgендей болып кетпесін. Ертең 25-інде сатылысқа айтып 26-сында келе жатыр екен. Жақсы апа деді. Сөйтіп кабинет қойды жанып. Мен өзім болмайды едім. Бір енді өмірде мен алжаспайтын адам едім. Мен бір сол уақытқа дейін басшыдан мен зам директор болғанда да ешкімге бір бетіме қаратып көрген мен әкелшеден сөйлесіп келген адам. Сондай өзім кабинетім жақсы болған. Еш уақыт мен жұмыс істегенде де бар уақыт 5 плюсім істегенмін. Мен бүгін хат жібергенмін. Төртінші гадабасы қойғанымда итогын қоймақпын. Оны белгілі адам емес оған. Басқа біреуден сұраған мен. Мен айттым, мұны қалдыңыз. Итогы экзаменнен қойып, кейіннен қойылатын дегенмен қоймаған екен. Бір маған зайыпты ұрзамыз итогын қоймас. Маған обидно же это. Нет, соны доказать етейін деп мен сағат 10-нан бұрын келді. Компьютерханаға кіріп өзім інім бар, мына ашып бір бала. Ой, Рүстемжан кейін мына маған мойныма несіне болады. Ой, ұрыздығын проблема емес, сейчас қойып жібереміз деді. Күліп тұрамыз, күліп. Және күлеміз. Ya, Nasıl görüldüğünü size de fotoğrafını yapmayın. Қандай жақсы. Машина қалар. Бүйірді түйініңізден. Ана үйді кетіп. Жаңа бір адам алатқан кезде біліп қалдым. Қараңыз. Айнала. Қазір балалар
Екі. Және түрен бәрі екі. Мына телефон жақсы тұрасың ал. Бағана ярымындай түспей қалды да мектеп класста. бір бөліп, Уақытмай қалды. Oldu.